Кеше елімізде алғаш рет Абай күні мерекесі аталып өтілді. Мерекеге орай Жамбыл телеарнасының шығармашылық ұжымы арнайы хабар дайындап, көрермен назарына ұсынды. Адамзаттың алыбы ақын Абай деп аталған телешығарылым 2 сағат шамасында өтті. Оған абайтанушылар, әртістер, филармония әншілері қатысып, Абай тағылымы туралы тұшымды ойларын ортаға салды. Айдап алып бара жатқан несі? Омыға кетіп барады дейді. Алла. Ағайшы. Сақтай көр, қолдай көр. Ағатайым-ау! Қайт! Бұл ауылда мінетін атты қалмаған ба? Бәйбіше, кермеде бір ат тұр. Нұрсипат Салықова 2015 жылы көрермендерге жол тартқан Құнанбай көркем фильмінде Зере рөлін сомдаған. Хабарда актриса түсірілім барысында қиындықтармен естен кетпес естеліктермен бөлісті. Зере ол ұлы ақынның ғана емес, барша қазақтың асыл әжесі. Осындай қасиетті рөлді сомдау үшін актриса көп ізденген, үлкен жауапкершілікті мойнына алған. Абайдың келешекте болашағы үлкен екен Зере сезген. Өйткені ауылының тұсынан өтіп бара жатқан адам болса да, анау басқа ауылға келіп жатқан ақын жыраулар болса да, шақырып алып Абайға үйде тыңдатқан ғой. Үйіне қонақ қылып жатқызған, ат мінгізіп жіберген, шапан кигізіп жіберген. Зереде де сондай бір жомарттық өзінде болған екен мінезі. Бағдарлама барысында Абайдың шығармашылығына қатысты көптеген деректер айтылды. Абайтанушы ғалымдардың сөзіне сүйенсек, Абайды дәріптеу Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатовтардың мақалаларынан бастау алған. Ал ақынның көзі тірісінде жазған өлеңдерін таспаға басуға қарсы болған десет, тек ауызша тарап халық арасында жатталып қалған. Осы сынды өзге де мәліметтерді ортаға салған абайтанушы ғалым Әлімбай Найзабай Абай жолы эпопеясын әр жаста оқу арқылы түрлі қажетіңді алып, түрліше көзқарас пайда болатын тілге тиек етті. Абайдың өзінің бір жасаған ілімі болған. Бұл ілім Мұхтар Әуезовтің кезінде айтылмаған. Бұны Абайдың заманында рушылдар ру ақын деп, тобықтың ақын деп шыққан. Бұдан кейін барып оны Мұхтар Әуезовтер жаңа айтқан Алашорданың кісілері халықтық ақын дәрежесіне көтерген, ұлттық ақын дәрежесіне көтерген. Міне осы бәрі саты-сатымен 21-ші ғасырға келдік қой енді. 19-ші ғасырдың екінші жартысында Абайды насихаттау сол кезде басталған. Абайдың өмірі мен шығармашылығын дәріптеуге арналған бағдарлама аясында Абай бейнесін сомдаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Асқарбек Сейілхан да ұлы кемеңгердің қара сөздері ұлт тәрбиесі мен ұрпақ тәрбиесі ішінде маңызды екендігін атап өтті. Абайға қатысты айтылған ән мен әңгіме бұнымен шектелмейді. Себебі Абай ақыл мен ойдың алыбы. Өткірдің жүз ай, кестенің бізі, өрнегін сендей сала алмас. Білгенге маржан, білмеске арзан, надандар бақырау ала алмас. Ардақ Сапиулла, Өміртай Ибрай, Жамбыл Ньюс.